Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен миксерсіз дайындалатын шоколадный кекс рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын шоколадты кекстерге арналған қажет заттар: жұмыртқа, шекер, сүт, сұйық май, ұн, какао, сода, разрыхлитель және жылы су. Ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын барып, үстіне шекер салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, қайтадан венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне сүтімізді құйып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға сода саламыз, ары қарай разрыхлитель саламыз. Сосын барып, венчикпен тағы да жақсылап араластырамыз. Менде електе ұн, какао, соны 5-6 бөлікке бөліп, ыдысымызға салып, венчикпен жаймендеп араластыра отырамыз. Қамырымыз бір келкі болғанға дейін осылай венчикпен қайта-қайта араластыра отырамыз. Үстіне жылы су құямыз. Сосын венчикпен бір келкі болғанға дейін қамырымызды араластыра отырамыз. Қамырымызды кондитерский мешокқа салып аламыз күрекшемен. Мен кекстің формаларын алдын ала дайындап қойдым. Кондитерский мешокпен осылай қамырымызды біртіндеп құйып шығамыз. Міне қамырымызды құйып болдық. Енді алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Пешімізде 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне шоколадты кекстеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып піседі. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.